Құрған сайын семіретін Борск секілді парақорлықта күрескен сайын дендеп бара жатқандай. Республикалық көрсеткіштерге жүгінсек, былтыр республика бойынша тіркелген сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыстардың 51% парақорлық екен. 21% жымқыру мен алаяқтық және 16% қызмет өкілеттігін теріс пайдалану фактілері құраған. Заңға қайшы әрекеттер барлық деңгейдегі әкімдіктерге, ішкі істер органдары мен квази мемлекеттік секторда тіркелген. Дей тұрғанмен мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына сенім білдірген азаматтардың қатары артып келеді. Бұл туралы баспасөз конференциясында айтылды. Мамандардың айтуынша, халыққа қызмет көрсету орталықтарының ашылуы мен олардың автоматтандырылуы арқасында сыбайлас жемқорлық көріністерінің төмендегені байқалады. Осы орайда алдағы жылдары мемлекеттік қызметтердің 90% электрондық форматқа көшіріледі деп күтілуде. Өкінішке орай біздің облыс өткен жылы жемқорлық деңгейімен білім саласы көп жемқорлық фактісі орын алған болып есептелді. Сол арқылы бізде алғашқы орындардан көрдік жемқорлық деңгейі көрсеткіші бойынша. Дегенмен де бізде облыста қазіргі таңда жемқорлық деңгейі жылдан жылға азайып келе жатыр. Мысалға, былтырғы жылы 16,6%-ға төмендесе, осы жылдың бірінші тоқсан қорытындысы бойынша бізде сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыстар 17%-ға төмендеді.